Коллекторлық компаниялар немесе микроқаржылық ұйымдар сіздерді кредитті кешіктіргенің үшін төлемді ай сайынғы бүкіл туғандарыңызға звондап, немесе заң тілмен айтқанда үшінші тұлғаларға звондайтын болса, онда солар звондап не айтады, соны запись экраны қосып қойыңыз. Немесе WhatsApp-пен сообщение жібереді. Кеше мысалы бір мұғалім дірілдеп құлап жылайын деп отыр. Жаңағы коллектор звондағанда еще оған мектеп директорын звонокқа қосып, директорды араластырып алған. Ана жерде директор ол мұғалімге аузына келгенін айтқан, жұмыстан шығарам деген әңгіме болған деген сияқты. Егер үшінші тұлғаларға звондайтын болса, коллекторлық компаниялар мен микроқаржылық ұйымдар, ондай жағдайда сол не айтты, соның бәрін аудиозапись жазып алып, немесе видеозапись жазып алып, немесе жаңағы WhatsApp-пен жіберетін болса, сол аудиозапистердің бәрін сақтап алып, е-өтініш арқылы е-өтінішке ЕЦП-мен кіресіз. Соның ішінде жаңағы именно қаржылық қызметтерді тұтынушыларға арналған бөлім бар. Астында жазылып тұр сол. Сол жерді басып, АРФР дейді орысша, қазақ тілінде қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі деген бар. Коллекторлық компаниялар мен екінші деңгейлі банктер және микроқаржылық ұйымдардың үстінен қарайтын. Сол агенттікке жаңа аудионы барлығын жіберіп арыз жазыңыз, және міндетті түрде прокуратураға да жазып жіберіңіз. Өйткені қазір өздеріңіз білесіздер ғой, 6 микроқаржылық ұйымның үстінен қылмыстық іс қаралып жатыр. Жаңағы ұмытпасам 30 миллиард теңгені жеп қойған. 30 миллиард теңгені қалай жеп қойған? Азаматтар мысалы бір кредитті алады, оны продлить етіп 2 жыл 3 жыл жүре берген. Ол алған суммадан давно асып кеткен. Неше есе болып. Осындай жағдайлар болып жатқан жағдайда сіз жаңағы микроқаржылық ұйымдарға да, коллекторлық компанияларға да өзіңізді басындырмай, үшінші тұлғаларға біреуге звондайтын болса, туыстарыңыз болса, аудиозапись жазып алыңыздар деп жазып алып, осының барлығын дәлелдеп прокуратураға және АРФР жаңағы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне арыз жазыңыз. Сөйтіп қана тоқтата аласыз. Үшінші тұлғаларға сіздің кредит қарыз туралы ақпаратты таратуға олардың құқықтары жоқ.